Ат бастатқан тоғыз болса керек. Саған кім айтты? Жамбы бастатқан дегені қайда? Бұйырмасын. Тай тұяқ. Оған өңештемей-ақ қойыңдар. Сақау іңкәрға айтқан екен. Іңкәр біздің Несібелдіге айтыпты. Несібелді аузы-мұрны қисаймастан маған айтты. Өтірік айтса жаны шықсын деп, түзге барған үш қатын көйлектерін тізесінен асыра түріп қойып, стандарын қызартып, беті-қолдарын жуып жатып, біріне-бірі бой бермей. Дәмегей, бұйырмасын, мұрнымды кесіп берейін дей бергенде, дәмегей-ау, құртымдай құрғырыңды кесіп беріп, Сымбылбайыңмен демаласың ба деп, арт жағынан Қатыш келіп иықтан бір салды. Дәмегей, көтек деп селк ете түсті. Қатыш қастарына келе станының бауын шешіп, бөксесін алды-артына езеңдетіп, артқы етегін лақтырып тастап, жапалақша жалп етті. Араласып жүрген мына қатын біледі ғой дескен соң, Қатыш станының бауын бір қолымен ұстап, шәугімді алып жатып, не? Деп сұрады. Қыз ибасын айтамыз десті. Шүйрінші берсең, бәт құндыз бастатсаң тоғыз деген соң, таласып отырған үшеуі біріне-бірі ернін шығарды. О кезде қара бәйбіше кілем төсегінің кемерінде көксаумен ауыз-аузына жабысып отыр еді. Әңгіме мынау. Шәмшидің қыз ибасын 4 кісі сұрап, соның қайсысына беруді қара бәйбіше көксаумен ақылдасып отыр еді. Көксаудың шын аты Ыбырай ма, Ысқақ па, Баймұжық па, Жүндібай ма, кім білсін, әйтеуір өмірі күркілдеуден көз ашпаған соң жұрт Көксау деп кетіп еді. Кейбір жек көретін кісілер оны Бітіне деп те атаушы еді. Көксау мойны мықырайған, көзі бақырайған, бет-аузы жұртта қалған сірідей тырысқан, қол-аяғы шидей, бойы шүкеттей бір жарғанат еді. Көксаудың араласпайтын сөзі болмаушы еді. Көбінесе әйелдер мен еркек арасына елшілікке жүруші еді. Көксау білмейтін ел жапсары, қатын өсегі, партия пәле жоқ еді. Жақсылар кейде аңғырт кетіп бара жатқанда Көксау қасына таман еңбектеп барып, оның бір кестесі бар, өзіңізге ұғындырайын деп бірдеңені күбірлеп мыңқ ете қалар еді. Айтқанындай-ақ ондай жұмыстың кестесі табылып, Көксаудың топшылауы дұрыс шыға бергендіктен мырзалар оны ін түбінде ойлап жататын байғыз деп те қоюшы еді. Көксаудың екі қатыны мен қызы мырзалардың аяқылау еді. Оны Көксау сезсе де сезбегенсіп жүре берер еді. Бір есептен мырзалармен белдесерлік күші де жоқ. Жаман, аз атаның тұқымы. Анау Құлтума, Дүйсенбай, Сақаулар осының ағайыны. Оның бәрі бай тұқымының малайы, атарман, шабарманы. Бір есептен мырзаларға жалынышты. Өз тұқымына түскен алым шығынды түндік басына үлестіру, жинау, олардың арасынан мал табу Көксаудың қолында. Жақсыларды жанап, жеңге болғандықтан 60 үйді өзі билегендіктен орташа ауқат бітіп, орта шарқы үй боп қалды. Бір есептен қатын балаға қатты сөйлеуге өзінде пәленде қауқар да жоқ. Және бай тұқымнан тұқым алғанды, бала көргенді жаман ойы теріс көрмейді. Қара бәйбіше Сүлейменді ауыз қалғанда Көксау тыртиып қыржиып, ой тәйір-ай, баяғыда пәленшенің қара шаңырағы еді демесек, о бір берекесіз адам ғой. Қас болып, қастығын, дос болып, достығын көрсетуге жарарлық кісі емес, не керек деді. Расында Сүлеймен партияда ел аларлық, дүние шашарлық, салмақ боларлық кісі емес, бір тоға сыпайы шаруақор адам еді. Қара бәйбіше Ыбырайымды айтқанда Көксау оны да жаратпады. Шопан атаңнан қыз алғаны болмаса, о бір қарау ит емес пе? Қайтсем малым қалады деп партияда екі жақты кезек алдап, безбеннің ауған жағына шыға кетеді. Керек десе өзінің үш түндігіне ие бола алмайды. Оныкі тек әншейін бір сылтау болсын, әйтпесе ол берсең де алмайды деді. Анығында Ыбырай кім болыс болса, соның жемі еді. Оның ту биесінде еркек қойында ерік жоқ. Болыс керек қылған күні шабарман бажылдатып ұстап әкетер еді. Болыстың осы ауылда тұрғанда тым құрса бір алуына кіпарат болар ма екен деп Ыбырай өп-өтірік тілеулестігін білдірмек еді. Қожбандікі ше дегенде, жоқ оны атақ қылма деп қара бәйбіше қолын сермеп безек-безек етті. Өйткені оның керімсал қара қатын мен баяғыда байы тамыр боп, талай түнгі сыбағасынан құр қалдырғаны өлмей есінен кетсін бе? Бәйбішенің бетін байқаған соң Көксауда таласқан жоқ. Бұл кәпір әлі ұмытқан жоқ екен деп ойлап. Оның ауылда шалғай, балашаға шұбатылып баруда қиын ғой деген болды. Сонымен олай-бұлай екшеп келіп, қыз ибаны Рақыштікіне беруді ұйғарысты. Ол ауыл әрі жақын, әрі бастас. Өз тұқымы
әрі тілмаш та сол. Елдің бір тұтқасы ғой. Рақыштың кері ауыз қатыны былтыр көш жөнекей шәмшилер түскенде қой сойып бермей, қатқан етпен жөнелткеніне бәйбіше ішінен наразылау боп, бір қаржуын қайырам деп жүруші еді. Сонда да көксаудың дәлелдері басым келген соң айтары болмай қалды. Ана бәйбіше балаларының болыс болғанын қаламаса да оны сыртына шығара алмады. Өз балалары әлі жас қой, ал былтырғы өкпесін сылтау қылуды тым болмашы нәрсе көріп, көксауға сыр бермейін деп ойлады. Омырауында қақсынген, шуаш сасыған, алжапқыш, бұтында құйысқандығынан жүн көрінген Жұматайдың көнетері шалбары екенімен ісі жоқ. Шекер желкеден түйген қылаң жаулықтың құйрығымен шалбардың жырығын жауып, кебісін шөпке үйкеп, сендерге осы түрімде жарамай ма дегендей жан-жағына түйіле қарап, мықынын бұлтаңдатып, сол қолын аспандатып, оң қолымен шелек көтеріп, қосақтан байдікіне қарай жүрді. Жалаң шекер емес, қараша үйлердің қатын біткені байдың салқар 6 қосақ қойын сауысатын, әйтпесе қоңсы бола ма? Байдікінен ұрттап жалап ала ма? Қаттысын қайырып жұмсағын жымырмаса, қойдың пұшпақ жүнін, киімінің ескісін, етіктің сірісін, бас ауырғандағы бір қайнатым қарашайын, малдың өкпесін, бір жөргем ащы ішегін, ұйқысын, сорпасын байдікі тегін береме? Қолы ойнағанның аузы ойнайды деп қара бәйбіше неге қақсайды дейсің? Шекер бұрын еміне бермей еркінсіп, бұлғаныш қара жұмыстан бойын теткіп ұстаушы еді. Өйткені Сомадай Жұматай мен Құлтума әрі көлеңдеген ақ жаулығы мен құймыр отты көзі тұрғанда аштан өліп көштен қалмаспын деп ойлаушы еді. Ала сиыр мен тарғыл қашардан жүдемете айырылған соң бұрынғы еркелік, кербездік, бұрынғы ожар үміт, өр кеуде артын қысайын деді. Күнекеге қамзол көйлек, өзіне кебіс шапан, Жұматайға күпі керек. Құлтуманы қойшы, отүгіл Күнекеге жаңа көрпе, жастыққа тыс кестелі орамал, ақ шымылдық, сары қол сандық, қызыл сал керек. Тұяқ, есік көрсет, малыңды алып, қалыңдығымды бер деп қыңқылдағалы қашан. Қысқа азығы соғымы тағы келеді. 3 қанат желкөз баспаның туырлығы жұлдыз-жұлдыз. Бүктеумен, жазумен, артумен, тігумен сұңғылданып, өзі үлдіреп тозығы жеткен құрымға қой сүйкеніп, лақ секіріп, сиыр мүйіздеп сау тамтығын тастамады. Bir жағынан бозбаласы түскір іргенің сиқыр кетіріп бітті. Шиде қирамаған аяқ, үзілмеген бау қалған жоқ. Бұл жұртта тың жерін ауыстырып келтірсе, ендігі жұртта Күнекейдің іргесі тышқан қиғандай жырым-жырым боп шығады. Шәмшидің күйеуі келгенге жұрт масайрап, Күнекейдің құрбы-құрдастары Атлас, Торғын, Жібек, Бәтес, Мақпал, барқыт киіп, күміс баулы, сандық шомбал шолпылары күнге шағылысып, құйымшағын соғып, қызылды-жасылды, оқалы зерлі тақиялардың шоқпардай үкілері үлпілдеп, күлтелі қос етектері күлкілдеп, оңкез Бәтесті аяғымен теуіп, бұлғаңдап, сәнденіп жүргенін көргенде Шекердің іші қазандай қайнайды. Оларды көргенде Шекердің өзі мұзға тайғандай сырғанап өтеп шығады да көрмегенсіп қырын қарап кетеді. Бұл жолы да Шекер сүт толы шелегін жамбастай көтеріп, сол қолын әнеугі Байжұмыр құданың борбайынша ербеңдетіп, байдың жер ошағына таяна бергенде өңшең асыл киінген қыз қырқындар үйден шығып түзге жөнелді. Үстіндегісін сыпырып алып, ырбыңдаған сайтандарды желкеге бір түйіп қой сауғызар ма еді? Көререм сәнденгеніңді деп зығырланды. Самаладай болып бар жатқан қыздарына қарап, насаттанып, өзінің де қыз күні есіне түсіп, үй жанында қара бәйбіше тұр еді. Шекер соны аңдиды. Аңдығандығысы көзін тасалай беріп, шелегіндегі сүттің түп жағын үйіне ала қайтпақ еді. Қызын күнін есіне алып, қиялға батып тұрған бәйбішеге тілеуің бергір ар жағынан қатыш кеп шүңкілдесе қалар ма? Шекер жалма-жан жер ошақтағы тайқазанға сүтін сыбдырсыз құйып, түбіне екі аяқтай қалдырып, қызыл күйменің ар жағымен қосаққа қарай сызып берді. Үйіне жеткенде бәйбішеге бір қаралық қастық қылғандай, өзі бір қазан сүт олжа тапқандай, әлде қандай мардамсып, ернін жымырып, тілін бір жалап алды. Күнекей қара құманға су ысытып басын жуып жатыр еді. Шекердің келген жерден сұрағаны бұзау болды. Шынарбай үйінің бұзауымен бірге шөккенге соңыра айдай кел дедім деген соң Шекердің көңілі жайланып, шелегін іргеге қойып үстіндегі сауыс шомыттарын шеше бастады. Күнекей екі алақанымен шашын
шартылдатып бір сілкіп желкесіне тастап, апау, бай деп сәнденгені болмаса күйеу бір топас екен ғой деді. Не қыпты? Зағипа тақасын жұлып алып еді, қолға салып қалды. Зағипа ашуланып, аузыңда әзілі жоқтың қолында тоқпағы бар дегені осы-ау деп еді. Сендей қызды солай үйрету керек деп қарап отыр. Бетімізден отымыз шықты, сөйтсек құлтай көріп қапты. Қақ төбесінде танадай жалтыры бар екен. Ойбай-ау, таз десеңші деп Шекер мырс ете түсті. Біздің Жұматайға күле беретін немелер ғой. Келсін өз бастарына да деді. Шекер беті қолын сабындап жуынып, Күнекейінің алдына отырғызып, шашын тарап отырып, күйеуді тағы жамандады. Көзі дәл өлетін сиырдың көзі, мұрны шолақтың күйген бармағы, аузы талыс, өзі аумаған түйебай деп, сол елдегі сүмпайы біреуге теңгеріп, әбден іске алғысыз қылды. Апа қойшы, байғұсты сонша құлдыраттың ғой деп Күнекей шек-сілесі қатып күлді. Қыздың күлдіргендей сөз айтқанына Шекер қайта-қайта, аумаған түйебай, құдды сол деп кеңкілдеп өзі де күлді. Бірақ аяқ кезінде күйеуді сонша жамандағанына өкінгендей ой кірді. Өз күйеуі тұяқ қайбір жұтынып тұрған жігіт. Істі өткізіңкіреп алып түзетем дегенше жуырда оңалама дереу күлкісін тыйып алып. Еркектің түріне керек, ақылды өнерлі болса, асырап сақтауға жараса, түз еңбегі жараса содағы деді. Апасының тұяқты мақтамақ болған ойын сезе қойып, өп-үлкен кісімсіп, түсін бұзып. Келбет көрсең сын сорма, түс егіден түңілме деп қазақ неге айтады? Апа, кейде жоқты айтып кететін бар-ау, түрі шошқа кісінің сыры қай оңушы еді деп апасын іле түре келді. Апасы да сұмдықты сезгіш қой. Қой шәрмен, кәрі кісіше мақалдамай, Көксауда не келбет бар? Бір жұрын сонда да 60 үй жаман құсты десе сигізіп отыр. Көк тұмсықта не түр бар? Ода ауылнай боп пәлен етіп, түген етіп жүр деп, елдегі атқа мінер пысықтарды, сұмдарды санай бастады. Оған Күнекей жеңістік бермеді. Өсек айтқанда, жыбырлағанда, кедейді жеп зарлатқанда өнер боп па деп тайталасты. Айтыстан мән шықпасын білген соң Шекер сөзді басқа жаққа бұрғалы үндемей аз кідіріп есік алдына қарап, кебісіңді жуып майлап алсаң етті деген болды. Май кісінің үстін былғайды, түкіріктеп киізбен сүртем деді. Барғанда аяғыңнан тастама, мұндай қара құртта ұрлап кетеді деп апасы ақылын үйретті. Алдағы ойынды ойлағандікі ме, әйтпесе апасының сөзден тосқанына ішіне мардамсығаны ма, Күнекей тарақты тырнағына тырсылдатып, ыңырсып ән сала бастады. Шекер шолпысын шашына қабап өре байлап жатып, шолпыңды қалтаңа салып қой, есің шығып желеңдемей байқап отыр. Қиып әкетеді. Өлең айт дегенде, жар дегенде сен қоя берме. Әуел анау үкілі айшаларақ айтсын, арттан асырып салсаң да болар. Салғаннан қатты бастап, тығылып қалма, аузыңды аңқитып, ашып жіберме. Айшаға ұстап көмекейіңді көрсетіп деп білгенін үйретіп отырғанда, Күнекей ыңырсыған әнін қоймастан, жауырынын қиқаң еткізіп, қойшы апа, жоқты айтпай деп қыржыңдап жаратпады. Кет сайтан, о несі деп апасы қолымен арқаға түртіп қалып отырды. Әйтсе де апасын ренжітіп алам ба дегендей қыржыңдап отырған Күнекей замат жайраңдап, апау, мен Жұмабектің тағы бір әнін үйреніп алдым ғой деп мойнын былғаң еткізді. Кәне, салшы деген соң Күнекей ақырын сыңсыған даусымен ысматты айтты. Апасы тыңдап болып, жақсы екен, бірақ жаңа әндеріңді әбден жаттап, жаттығып алмай айтпа, жаңылып қаласың деді. Өзім де айтпаймын. Уай шіркін, Жұмабек не деген әнші, даусы бір қарлықпайды, бір жарықшақ жоқ, әні таң атқанша таусылмайды, өзі де көңіл ашар ойыншы жігіт екен деді. Соны айтқанда апасы мойнын бұрып қызына түйіле қарап, ойыншы екенін қайдан білдің, ойнадың ба деп сұрады. Күнекей көзін бажырайтып тілін шығарып, әшейін айтам деді. Қарағым, мықты бол, айтып ем ғой, жас құда құдашаны қатты айналдыратын, масқара боп жүрме деп, қамқор ананың қалпын қылып, қызын арқаға қағып құлағының түбінен иіскеді. Күнекей пәлен деген жоқ, болдың ба апа деп қаздиып түрегеліп, көйлегінің етегін сілікті.